Бүгін сіздерге осы Каспий Pay арқылы ай сайынғы налогты қалай төлеп отырамыз. Яғни ИПСі бар адамдар өзіне және жұмысшысы жұмысына ай сайынғы осы телефонмен Каспий арқылы налогты қалай төлеп отырамыз. Яғни ай сайынғы налогты негізі келесі айдың, мысалы августтың налогын келесі сентябрьдің 25-іне дейін төлеп тастау керек. Қазір мен Каспий Pay'ге кіріп көрсетейін. Каспий Pay'ге кіргеннен кейін осындай бет, басты беті астына қарай түссеңіздер, мына жерде налог деген тұрады, налоги деген. Осыны басамыз. Мына жерде қазір код подтверждение жасаймыз. Авторизация. Сосын мына жерде міне көрдіңіздер, налоги деп тұр, за себя, за работников деп тұр. Бізге керек, қазір мен өзім за себя деген таңдаймын. Яғни бұл ИП-дің астында ешқандай жұмысшы жоқ, тек жүргізуші ғана, яғни ИП-ның иесі ғана. ИП-ның иесі міне қандай налог төлейді осы жерде жазылып тұр, көрдіңіздер. Бірінші басамыз, за себя деп. Мына жерде көрсетеді. ИП-ның қандай түрі сізде. ИП-ның түрлері бар ғой. Упрощенная декларация және общеустановленный деген. Бұл жерде бұл ИП упрощенная декларациямен ашылған, яғни жеңілдетілген салық режимі. Упрощенка деген сол. Упрощенкалар қандай налог төлейді, соны жазып қойған жерге көрдіңіздер. Пенсионка төлейсіздер міндетті түрде, социальное отчисление, осы емес, страховка төлейсіздер міндетті түрде ол ай сайын. Бұларды егер сізде доход тұрып ешқандай льгот болмаса, міндетті түрде осыны төлеу керексіздер. Төлемесеңіздер бұған пеня береді сосын. Ал мына жерде қай күнге дейін төлеу керек екені жазылған. Көрдіңіздер, 25-ші келесі айдың 25-іне дейін төлеп тастау керек. Мысалы, август айының налогын сентябрь айының 25-іне дейін міндетті түрде төлеп тастау керек. 25-нен кейін төлесеңіз, ары қарай уже пеня қосылуы мүмкін. Сондықтан оған дейін төлеп тастаған дұрыс болады. Ал мына общее установление деген бассақ, бұл жерде төлем түрлері өзгереді кішкене. Яғни бұл жерге социальный налог деген қосылады. Көрдіңіздер ғой? Социальный налог деген қосылады. Ал упрощенкада ол жоқ. Социальное отчисление бар, бірақ социальный налог жоқ. Сол енді бұл ИП-да қазір упрощенная декларация, сондықтан осыны таңдап оплатить налог деген басамыз. Оплатить налог дегеннен кейін сіздің Каспийіңізде ақша болу керек, сол ақшадан автоматты шешіп алатын болады налогты. Бұл жерде мысалы счет қанша ақша бар екен, яғни қандай счеттан төлейін деп жатсыз, соның түрі тұрады. Мына астында мына упрощенка, қандай налоговый режим, упрощенка деп тұр менде. Сосын период оплаты. Сіз қай айға төлейін деп жатсыз налогты. Мынаны бассаңыз, таңдай аласыз. Мысалы, егер сіз өткен айға төлемеген болсаңыз, июль айына, онда июль айын белгілеп, пенясымен қосып төлейсіз. Ал ол айға төлеп уже келесі ай, августтың айына төлемеген болсаңыз, онда осыны белгілеп, окей деп таңдайсыз. Ал енді, мысалы, кейбір жағдайларда сіз ИП-ны жабайын деп жатқан болсаңыз, осы сентябрь айында, онда сентябрь айына дейін келесі айды күтіп отырмай, осы айда сентябрьске төлеп тастап, сразу ертесіне 2-3 жұмыс күн ішінде уже түседі бұл ақша. 3 жұмыс күн ішінен кейін сіз жауап берсеңіз болады ИП-іңізді. Түсініңіз ғой, мен қазір ИП-ні жаппаймын, қазірше налог төлейін деп жатырмыз. Август таңдаймыз, 23-ші жыл, окей. Енді жерде мына жерде льготалар. Егер сізде қандай да бір жеңілдік болса, маған галочка қоясыздар мына жерге. Бұл ИП-да жеңілдік бар, сондықтан галочканы қоямыз. Қойған кезде мына жерде өзі таңдайсыз, қай жеңілдік түріне жатасыз. Мен жағдайымда мынаған жатады, инвалид. Осыны таңдаймыз. Сосын готово деп басамыз. Бұл жерде тағы айтатын жайт, сіздерде көп сұрайды адамдар, декреттегі аналар, жаңағы льготныйға жата ма, жатпай ма. Декреттегі аналар, олар жатады. Өйткені бала босанғаннан кейін, олар автоматты түрде больницадан барып, не алады, больничный лист алады. Жұмысқа жарамсыздық, жаңағы больничный лист жазып береді дәрігер. Ол уже больничный лист деген ол 3-ші группалық инвалидность деген сөз, яғни жұмысқа жарамсыздық деген сөз. Сол автоматты түрде осы инвалидтің осы тобына жатады жүктелер. Сонда жүктері сол топқа жатқаннан кейін, декретке шыққаннан кейін, үкімет оларға осы емес деген болады, медстраховка. Соны өздері төлейді, яғни үкімет төлеп береді. Соған байланысты осы еместе медстраховканы төлемесе болады, яғни декреттегі аналар. Түсініңіз ғой, да? Сосын тағы айтатын жайт, многодетен. Егер қазір 4 баладан жоғары көп балалы есептелінеді ғой. Көпшілік солай ойлайды, 4 балам бар, менде уже льгот бар деп. Көбінесе ол льготтарды бұл осы
ипісі барларға ол жатпайды. Өйткені мына жерде жазып қойған көрдіңіздер, 6 баладан көп болу керек. 6 бала 6 баладан жоғары. Егер балаңыз 6 болса, онда сізде льгот бар деген сөз. Осыны таңдап, жаңағы налогтардан кішкене жеңілдетілген боласыздар. Мен де қазір осыны таңдаймыз. Мына 3-ші группа инвалид дегенді готово деп басамыз. И астына қарай түсеміз. Мына жерде автоматты түрде пенсионка жазылып тұр, көрдіңіз, 7 теңге. Яғни қазір зарплата ай сайынғы минимальный зарплата 70 теңге болғандықтан, соның 10%-ын міндетті түрде төлейтін боламыз. Яғни ай сайын сізге минимальный зарплатамен өзіңізге тағайындап отқан болсаңыз, соның 10%-ын міндетті түрде пенсионға өткізетін боласыз. Мына 7 дегенді белгілейміз. Автоматты түрде тұра қояды. И сосын бұл жерде сумма социального наследия. Бұл да минимальный қазір. Осыны белгілейміз, 2450 теңге. Сосын ары қарай бізде уже страховка льготаны қосқанымызға байланысты мына жерде уже освобожден деп тұр, көрдіңіз бе? Босатылған. Біз төлемесек болады деген сөз. Сонымен жалпы бізде налог 9450 теңге болды. Сосын тағы бір тоқтала кетейін осы жерлерге. Мысалы мына жерде мына белгі тұрда, басып қарсы көрейік. Қараңыз, мына жерде пенсионканы қанша төлеу керек? Максимальный, минимальный деп тұр. Максимальный деген ол 7 теңге, максимальный деген ол жаңағы 350 теңге. Максимальный сіз ай сайын осы төлей аласыз. Енді кейбіреулер ИП ашып, жаңағы пенсионный жасқа келіп қалған кезде осынша төлеп, жаңағы пенсионныйын көтеруге болады деген. Осылай жаңағы ИП-мен. Ал енді минимум деген ол 7 теңге. Яғни минимальный зарплатамен осынша төлеу керек болады. И бұл жерде тағы айтатын жайт, егер сізде ИП-іңізде ешқандай доход болмаса, бір ай бойы жаңағы ешқандай сатылым, ешқандай оборот жүрмесе, ақша түспесе ИП-ға, онда сіз 7 теңге налогты, яғни минимальный пенсионканы төлемесеңіз болады. Егер доход түспесе. Мына жерде солай жазылып қойған, көрдіңіздер ме? Доход болмаса, не обязательно төлеуге. Доход болса, бірақ міндетті түрде төлеу керек. 500 теңге түссе де, сіз міндетті түрде 7 теңге төлеу керексіз ай сайын. Ал 0 теңге түссе, онда төлемесеңіз болады деген сөз. Ал мына жерде социальный наследие дәл солай. Бұл жерде егер доход болса төлейсіз, доход болмаса төлемесеңіз болады. Бұл жерде минимальный и максимальный болып тұр, көрдіңіз бе? Ал медстраховкада есе, бұл жерде егер сізде ешқандай льгот болмаса, жаңағы инвалидность, пенсионка, студент, бекетте ғана, тағы да басқа сол льготтар жатпайтын болсаңыз, онда сізде доход жүрмесе де міндетті түрде 4900 теңге төлеу керексіздер. Өйткені бұл міндетті. Егер сол категория жатпасаңыздар. Ал сізде доход болмай, бір айда доход болмаса, сізде льгот болса осы, онда сіз 4900 теңге төлемесеңіз болады. Яғни айына ешқандай налог төлемесеңіз болады. Ал енді сізде ешқандай льгот жоқ, бірақ сізде доход болмаса, айына 0 теңге түссе ИП-ға, яғни жаңағы Каспийпен ешқандай ақша қабылдамасаңыз ай бойы, онда сіз міндетті түрде осы 4900 теңге төлеу керексіз. Өйткені сізде льгот жоқ, жеңілдік жоқ. Түсініңіздер ғой? Осы сұрақтарды көп қойды адамдар. Соны айтайын дедік, енді ары қарай төлем дегенді басамыз. Енді бізден шешіп алатын ақша 9450 теңге. Комиссия 0, ешқандай комиссия ұстамайды. И төлеу деп басамыз. И міне болды. Біз уже төледік. Налоги за август деп тұр, көрдіңіздер. Показатель квитанция деп басамыз. И міне. Осылай налогты төлеп отырасыздар. Бұл налогты егер уақытында төлемесеңіздер, бұл налогтың үстіне, яғни ай сайын төлеп отыратын налогтың үстіне пеня қосылатын болады. Сондықтан барынша уақытында кешіктірмей төлеп отырыңыздар. Сосын тағы бір айтатын жайт, мына жерде подоходный налог бар. Яғни осы 23 жылдан бастап бізге уже табыстан 3% налог төлеу қосылды. Оплата 3% деп тұр. Осыны басамыз. Басқан кезде налогтың түрлері тұр, 2 түр. Подоходный налог 1,5%, социальный налог 1,5%, екеуі қосылған кезде 3%. Яғни бұл обороттан төленетін налог. Сіз ай сайын қанша оборот жасайсыз, сол ай сайын обороттан 3% налог төлеп отыратын боласыз. Бұны қашан төлеу керек? Бұны қазір көрсетейін, мына жерде жазылып тұр. Қараңыздар, мына жерде 23 жылдың бірінші полугодиясы, яғни январдан бастап июнь айына дейін бірінші полугодия. Екінші полугодия бізде уже июль айынан декабрға дейін. Яғни бізде уже бірінші полугодияны сұрау өтіп кетті. Көрдіңіздер, 25 августқа дейін төлеп тастау керек еді. Жаңағы подоходный налог, табыс салығын. Ал мына жерде енді келесі жылы біз 24 жылдың 25 февраліне дейін екінші полугодия, яғни 23 жылдың екінші жарты жылдығының налогын төлеуіміз керек. Енді ай сайында төлеп отыруға болады.
бірақ мен өзіме мысалы барлығын бір жинап бір оборот есептеп сосын бірақ төлеген сол ыңғайлы, солай төлеуге де болады. ал енді жоқ мен ай сайын төлеп отырамын десеңіз, онда ай сайын да төлеп отырсаңыздар болады. яғни август айына мысалы 25-іне дейін осы жаңағы үш налог төледік қой, пенсионка, жаңағы социальное население, осы емес, солармен бірге төлеп отырсаңыздар болады осы жерге кіріп. бірақ енді мен өзім көбінесе сол жылдың соңында екінші полугодие біткеннен кейін жылдың 24 жылдың 25 февраліне дейін төлеп тастауға тырысамыз. Сол достар, осыны айтайын дедім сіздерге. Видео пайдалы болғанса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, барынша арнаға тіркеліп қойыңыздар, осындай пайдалы видеолар шығып отыратын болады. Сау болыңыздар.